Бәріне сәлем. Сіздермен бірге Әсел Серікқызы. Бұл чат-бот сабағы. Бүгінгі сабақта біз өзіміздің проектке Инстаграмды қосатын боламыз. Ол үшін Sailbot менюінде каналы дегенге өтіп, Official Instagram деген таңдаймыз. Проектке Instagram жалғаған кезде біздің Instagram'ымыз міндетті түрде бизнес профиль болу керек. Егер сіздерде автор немесе личный профиль болса, онда Instagram настройкасына өтіп, сол жерде аккаунттың типін ауыстыру керексіздер. Осы жерде мысалға сіздерге керекті аккаунт спискті жоқ болса, онда мына жерде нет нужного аккаунта в списке деп басасыздар. Мына жерде міне сіздерді Facebookпен байланыстыру керексіздер. Осы жерде сіздер паролін теру керексіздер. Міне Facebook'ымыздың паролін енгіземіз. Далее. Изменить настройки. Осы жерде міне өзімізге керекті Инстаграмды таңдаймыз. Далее. Страницаны таңдаймыз. Далее. И барлығына міне доступ береміз. Готово. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, біз Sailbot пен Facebook'ты байланыстырдық. Міне біз өзіміздің Instagram байланыстырдық. Готовыны басамыз. Міне біздің Instagram көрініп тұр. Енді осы Instagram осы проектке жалғанған ба, жалғанбаған ба, соны тексеру үшін мына жерде міне установка вводных фраз дегенді басамыз. Менде осындай сообщение шықты. Яғни менде Instagram дұрыс жалғанып тұр. А егер сіздерде осы установка вводных фразды басқан кезде решетка 200 деген ошибка шығатын болса, онда сіздер өздеріңіздің Instagramның настройкасына өтіп, Инстаграмға кіргеннен кейін настройкиді басып, сол жерде конфиденциальность, сообщение және мына жерде разрешить доступ к сообщениям дегенді қосып қою керексіздер. Сол кезде сіздерде Инстаграм дұрыс жалғанады. Бүгіндікке осы. Келесі сабақта біз уже сценарий құрып, чат-боттың воронкасын істейтін боламыз.